Кез келген үй жануарының өзінің иесі қымбат санайды. Бірақ шындығында қандай үй жануарлары ең қымбат? Бүгін біз соларды анықтауға тырысамыз. Бұл тізімде тек заңды түрде сатып алуға болатын үй жануарларын қарастырдық. Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл жануар өзінің тек әдемілігімен емес, сонымен қатар достық қарым-қатынасымен де ерекшеленеді. Жабайы табиғатта бұл маймылдар Латын Америкасының тропикалық ормандарында өмір сүреді. Займирдің қоршаған ортаға, климатқа талаптары өте жоғары. Бірақ бұл маймылды сатып алушылар баршылық. Бұл ежелгі ит тұқымы 5000 жылдан астам уақыттан бері бар. Үлкен және мықты ит ертеден Тибет монастырларын күзеткен. Мастифтар өте әдемі, үйретуге оңай көнеді және басқа үй жануарларымен жақсы араласады. Бұл итті Қытай байы 1,5 миллион ақш долларына сатып алған. Ал күшіктерінің орташа бағасы 2000-8000 ақш долларының аралығында. Бұл күлкілі маймыл орталық және батыс Африка ормандарында өмір сүреді. Олар кез келген ортаға тез үйреніп кетеді. Сондықтан моно маймылы өте атақты үй жануарына айналды. Орташа бағасы 6000 ақш долларынан жоғары. Бұл құсты әдемілігі бойынша папугаймен салыстыруға болады. Мұндай құстар орталық Американың тропикалық ормандарында өмір сүреді. Олар тез үйренеді және кез келген жағдайға сіңісіп кетеді. Үлкен тұмсығы қорқынышты көрінгенмен, оның еш зияны жоқ және жеміс-жидекпен қоректенеді. Бұл жылан үйде ұстауға ыңғайлы, себебі кез келген жағдайға тез үйренеді және бұл жыландардың ішінде ерекше бағаланады. Оның бағасы 10.000 ақш долларына жетеді. Папугайлардың ішіндегі ең ірілерінің бірі және түсі де өте ерекше. Оңтүстік Американың тропикалық ормандарында өмір сүреді. Үй жағдайына тез үйреніседі. Сондықтан құс ұстайтындар арасында өте танымал. Оның бағасы 12.000 ақш долларына дейін жетеді. Ең үлкен үй мышығын сатып алу сіздің қалтаңызды біршама соғуы мүмкін. Тұқымның тазалығына байланысты 4000 және 22000 ақш доллары аралығында. Саванна тұқымын 30 жыл бұрын африкалық серваль мен үй мышығын араластыру арқылы шығарды. Олардың ұзындығы 60 см және салмағы 15 килограммға дейін жетуі мүмкін. Мұндай параметрмен оларға ешқандай ит қорқынышты емес.